Балалардың барлығы ойнағанды жақсы көреді, әсіресе қимылды ойындарды. Балалар ойнаған кезде жүгіреді, секіреді, қуанады. Ондай ойындарды балалармен далада, алаңда, үйде ойнауға болады. Құрметті менің көрермендерім, осы видеоның соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Ал енді менің сіздерге ұсынғалы отырған ойыным ол зымыран ұшырамыз деп аталады. Бұл зымыранды біз кәдімгі коктейль түтікшелерінен және түрлі түсті қағаздардан жасаймыз. Оның қалай жасалу керектігін мен сіздерге келесі видеода көрсететін боламын. Ал олай болса, біз түтікшелерден жасалған зымырандарды балаларға бір-бірден таратып береміз. Бұл ойын баланың көңілін көтереді және де сөйлеу, дем шығару дағдыларын дамытады. Бұл ойынды жеке ойнатса да болады, бірақ балалар бірге топтасып ойнаса, бұл өте қызықты болады. Балалар бір-бірімен жарысып ойнайды. Ал олай болса, біз балаларға мәре мен сөрені белгілеп қоямыз. Яғни А нүктесінен Б нүктесін белгілеп, зымыранның ұшатын жерін анықтаймыз. Ал балалар олай болса, біз Байқоңырдан ұшуға дайындаламыз. Космосқа ұшамыз балалар, және космостан қайта Байқоңырға ұшып келеміз. Ал олай болса, дайындаламыз. Балалар, біздің зымыранымыз алысқа, космосқа жету үшін біз барлық демімізді алып, сыртқа қарай шығаруымыз керек. Түтікшемізді аузымызға салып, кәнекей зымыранымызды ұшуға дайындаламыз. 1, 2, 3. Ойынның алғашқы кезінде балалар мына зымыранды дұрыс ұшыра алмай әлек болады. Ол кезде сіз нұсқап жібересіз. Бұл түтікшеден ұстау керек. Егер де қағаздан ұстаса, ол зымыран ұшпай қалады. Соны да ескере кеткендеріңіз жөн. Құрметті көрермендер, осы ойынды балаларыңызбен және де әріптестер осы ойынды балалар мен тәрбиеленушілеріңізбен ойнатып көрсеңіздер болады. Балалар қуана ойнайды және де сізден осы ойынды тағы ойнауларын сұрайды. Бұл ойынды ойната отырып, сіз баланың көңіл күйін көтересіз. Оның сөйлеуін дамытасыз және дем шығару дағдыларын дамытасыз. Сонымен қатар баланы ептілікке, нысанаға дәлдеп атуға үйретесіз. Құрметті көрермендерім, келесі ойынымыз бұл біздің балалық шағымыздағы қағаздан жасалатын ұшақ ойыны. Естеріңізде ме? Өздеріңіз байқағандай, бұл ойындарға керекті құрал-жабдықтар өте оңай жолдармен жасалатын құралдар. Бұл жерде түрлі түсті қағаздардан жасалған біздің ұшақтарымыз дайын. Енді балалар, кәнекей барлығымыз өзімізге ұнаған ұшақтарымызды алып, орнымызға тұрып дайындаламыз. Бұл ойында қол мен сермеу арқылы, яғни біздің қол бұлшықеттеріміз жұмыс жасайды және иығымызға көбірек күш түседі. Қолымызды артқа қарай
қойып, ұшағымызды ұстап, алдыға қарай сермейміз. Сонда біздің ұшағымыз алысқа ұшады. Бұл ойын баланың көзбен дәлдеп ұшуына, миының дамуына, тіпті баланың тынышталуына да керемет әсерін тигізеді. Ал енді балаларымызға аяқ киімдерін шешіп жалаң аяқ отыруларын ұсынамыз. Әр балаға А4 парағын таратып береміз. Сол параққа аяқтарын қойып отырады. Енді балаларға барлығын түсіндіріп береміз. Жаздың күні жалаң аяқ жүргені балалардың денсаулығына өте пайдалы. Бұл ойынды ойнай отырып, жалпан табандылықтың алдын алуға болады. Ал келесі видеода мен сіздерге зымыран мен ұшақтың жасалу жолдарын көрсетемін. Жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Рахмет баршаңызға.